Ербол Қалымұлы қазір әкім жұмысқа болуына байланысты орынбасарының міндетін атқарушы Мұстахин Тілеужан ынтымағұловпен қатысып отырмын. Аманат партиясының 23-27 жылдарға арналған халықпен бірге сайлауалды бағдарламасын орындау бойынша жол картасының 23 тармағына тоқтала кететін болсақ, 2027 жылға дейін 5,2 миллион шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланған. Қуатты өңірлер ел дамуының драйвері бағдарламасына сәйкес 24 жылға тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі көрсеткіші 700 мың шаршы метр болып бекітілген. Бүгінгі күні ағымдағы жылдың қаңтар-сәуір айларының қорытындысы бойынша өңірде 125 мың тұрғын үйлер пайдалануға берілді. Бұл өткен жылдың кезегімен салыстырған кезде 34,6%-ға төмен. Сонымен қатар әріптестеріміз 41 тармақ бойынша атап айтты. Сол жерде 41 тармақтың жаңағы 8-ші өнеркәсіптік аймақ өрт сөндіру депосын салу 37-ші учаскедегі депоға тоқтала кеткім келіп тұр. Бұл жерде жобалау сметалық құжаттама аяқталды. Қазір конкурс жарияланды, оң қорытынды сараптамасын алдық. Жалпы құрылыс ұзақтығы 8 ай. Қазіргі таңда құрылысқа ақша бөлінбеген, тек конкурстық мәселелерді шешу барысына, жүргізу барысына тек 2 миллион теңге ақша ПСД-ға бөлініп тұр. Сонымен қатар 45 тармаққа тоқтап кететін болсақ, жайлы мектеп ұлттық жобасы шеңберінде 22,9 мың орындық 24 мектеп салу жоспарланған. Сайлауалды бағдарламасын іске асыру бойынша жол картасына 21 мектеп жоспарланды. Оның ішінде 13 мектептің құрылысы 23 жылы басталды, 24 жылы пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Бүгінгі таңда барлық нысандардың құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар қазіргі таңда білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры арқылы 4800 орындық 4 мектеп жоспарланған. Оның ішінде Ақтау қаласы бойынша 18-ші шағын ауданда 1200 орындық, құрылыс нақты көлемі 60%-ды құрайды. Ақтау қаласы 19-ші шағын ауданда 1200 орындық мектеп, құрылыс нақты көлемі 65%-ды құрайды. Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылдық округінің Алау тұрғын алабында 1200 орындық жалпы орта мектебі, құрылыс нақты көлемі қазіргі таңда 70%-ды құрайды. Мұнайлы ауданы Қызылтөбе ауылдық округінің Қызылтөбе 2 тұрғын алабында 1200 орындық мектеп, құрылыстың нақты көлемі 95%-ды құрайды. Сонымен қатар 46 тармаққа тоқтала кететін болсақ, бейімделген азайту үшін 625 орындық мектепке 3 қосымша құрылыс салу жоспарланған. Қазіргі таңда бір нысан бойынша құрылыс жұмыстары аяқталып, 2 нысан бойынша құрылыс монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Оның ішінде құрылысы біткен нысан Түпқараған ауданы Баутино ауылында Горький атындағы мектеп-лицейі. Шарттың құны 720 миллион теңгені құрайды, игерілген толық сома 720 миллион теңге. Екінші нысан қазіргі таңда құрылыс монтаждау жұмыстары жүріп жатырған нысан Меңдалұлы атындағы Шетпе ауылында, Маңғыстаудан Шетпе ауылында орналасқан құрылыс, мектеп құрылысы. Қазіргі таңда бұл нысан бойынша да 100% нақты көлем, игерілген көлем бар. Үшінші нысанымыз Әбдіхалық атындағы Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылындағы 300 орын оқушыға арналған мектеп құрылысы. 2023 жылы материалдардың қымбаттауына байланысты облыстық бюджет комиссиясына қосымша қаражат бөлу үшін жобалық сметалық құжаттамаға өзгеріс енгізілді. Өзгеріс 24 жылдың 15 наурыз айында алынды. Қаржыландыру ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша жүргізіледі. Құрылыс монтаждау жұмыстарының нақты көлемі қазіргі таңда 55%-ды құрайды. Жалпы құрылыс аяқтау мерзімі талонға сәйкес 19
желтоқсан 2024 жыл 19 желтоқсан. Құрметті әріптестер, баяндаманың ішінде Маңғыстау облысының құрылыс сәулет және қала құрылыс басқармасының уәкілі өрт сөндіру және депот айтып кетті. Мен де жаңа осы шығушы жерде баяндама жасадым. Мен айтайын дегенім, тек осы бір жобамен мен 3 депутаттық сауал бердім. Біреуі сол уақытта Ақтау қаласының әкіміне, біреуі төтенше жағдайлар департаментінің басшысына, үшіншісі мына сол уақыттағы құрылыс сәулет және қала құрылыс басқармасының басшысы Маңкешов. Бұлардың бәрінен де жауап келді. Сол келген жауаптарды қазіргі баянданышымен салыстырып отырсам, мынандай бір өзгешелік бар екен. Сіз де айтып кеттіңіз, бірақ олардың жауаптары маған ресми түрде. Сіз жаңа айтып кеттіңіз, қаражат бөлінбеген деп. Соны анығырақ айтып беріңізші, қай жерге қаражат? Құрылыс жүргізуге, құрылыс монтажға қаражат керек емес. Сіз қазір тендер өткізген. Сізде әлі оның несі жоқ, мердігері жоқ. Солай ғой. Кімге қаражат керек? түсіндіруге дейміз. Біз азғантай қаражат қоямыз, олар өткізе береді. Заман өзгертіп қоямыз. Құрылыс неге бұған акцент бердіңіз деп сұрап отырмыз. Қазіргі таңда акцент берген себебім келесі айдың осы алдымыздағы айдың 14-не дейін мердігер мекеме анықталады. Бір аптаның ішінде біздер талонға запрос жібереміз. Бір аптадан кейін келесі айдың соңына таман уже құрылыс жұмыстарын бастау мүмкін болады. Сол уақытқа дейін қаражат бөлінсе 30% міндетті түрде біздер аванстық төлем жасауымыз керек. Сол барлығын алдын ала қарастырсақ тиімді болар еді деп есептейміз. Олардың акцент жасап отқаны дұрыс. Мен тіпті кеш қалып отырмын ба деп отырмын. Сіз уже конкурсыңызды белгілеу болады. Қаражатты заявка бердіңіз бе? Иә, бердік. Экономикаға берілді. Вот заявканы біз көрген жоқпыз, мысалы. Сіздер оны айтпайсың. Оның жол картада тұрғанын білесіңіз. Оны қазір экономика басқармасы қазір тоқтатып тастады. Енді ол қаражатты біз күзде қараймыз ба? Қазіргі таңда енді мәслихаттың шешімі. Бергеніңізді білмесеңіз, осы ғой мәселе. Бергеніңізді біз білмейтін болсақ, ертең күзге шығармаса экономика, онда ол тағы да қалып деген сөз. Қазір міне айтып отырғаны қайта дұрыс, біз бақылауға аламыз, оны сіз міндетті түрде оны хабарлап отыруыңыз керек. Ұсыныс берілді, мен сіздің жол картаңыз бойынша неге қосымша ақпаратты бізге жолдап отырмайсыз. Енді біз бақылап алуымыз керек те, экономика басқармасының осы қаражатты қай сұрауымыз керек. Солай ғой, ол сізге де керек. Дұрыс, иә. Ертеңгіде анықтау туралы ақпаратын қосымша жолдаңыз. Жақсы. Осы қаражат қаладан құрылыс бөлінген бөлімі де облыстан сізге бөліну керек. Облыстан құрылыс басқармасына. Облыстық бюджеттен бөліну керек. Облыстың құзыретінде Тиісті кезеңіне сәйкес 191 мың шаршы метр пайдалануға берілген болатын. Қазіргі таңда тұрғын үй пайдалануға беру көрсеткіші төмендеу себебі өте көп, факторлар өте көп. Солардың ең үлкен факторының бірі мына Маңғыстау атом энергетикалық комбинатының жабдықтары, энергетикалық жабдықтары 60-90 жылдары іске қосылған, және физикалық тозуы 80%-дан асып отыр. Осы факторлардың барлығы тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша кері әсерін тигізеді, яғни техусловия бермейді деген сияқты мәселелер өте көп.